жоқ. Осы жер бетінде кеңестік дәуірден қалған республикаларда қазақ тілі жайлы біз ғана өстіп жиналыс өткізіп жатырмыз. Осының өзі адамның ар ұятын, намысын таптаумен бірдей. Бұл басқа елдің адамдармен көп сөйлесеміз. Әсіресе өзбекті қойшы, өзбек ол ұлт болып қалыптасты. Олардың бір бақыты, анау Мұхиддиновтен бастап орталық комитеттің секретары болған, олар тек қана ұлт үшін жұмыс істеді. Сөйтіп міне 28,5 миллион болып алды, енді оның мұртын бата шаппайды. Менің де арманым бар шіркін, бір 30 миллион болды деген хабарды естісем, сол күні өлсем. Сонда 5 миллион олай болған күннің өзінде де 25 миллион таза сапалы қазақ болса, дүние жүзінде дауысы әлемге естілетін ұлт болар еді. Міне осыны біз осы жерде тұрмыз, қайта жиналып жатырмыз. Мына солтүстік облыстарда мұндай емес. Онда тіпті қазақтардың өзі қазақша сөйлеп бара адамдарға ескерту айтады. Міне бізде неғылған бұл өзгермейтін сана. Құлдық сана деп бәрін соған жауап береміз. Құлдық сана өзіміздің санамызға еніп кеткен ба? Міне осы жерде отырып сіздердің балаларыңыздың бәрі орысша сөйлейді. Бәрі орысша сөйлейді. Өткен жолды қарасам, немересі қазақша сөйлеп баратыр, атасы оған орысша сөйлеп жатыр. Бұрылып тұрып, ұрысуға тура келді. Декларация керек, отырсыздармыз. Бұл неден сұмдық. Ал енді осындай аталар тұрғанда, бұна біздің Бұны шүлдірде сөйлейтін үйге келген, үйде сөйлемей, үйде қазақша сөйлемей, бізде бала еш уақытта қазақша білмейді, үйренбейді. Бұна солтүстік Қазақстандарға жаным ашиды. Бірақ ол үшін бізде бірақ нәрсе бар ғой, әттең қайран ұлтымыздың санының аздығынан осының бәрі. Бұл ұлтты бір жақтың айдап береді, қой емес, бір маған 10 миллион бере тұр, келесі жылы матыл дегенді қайтып берем дейді. Ал енді біздің шетелдегі қазақтарымызды алып келейін деп жатса, оларды тоқтап қалды. Дүниежүзі қазақ қауымдастарының бастығының орынбасарының айтқан сөзін бәріміз білесіздер, ұрғаным бар оралмандар деген. Ал енді осындай адам басқарып тұрғанда қалай біздің санымыз көбеймекші? Мұны сондықтан оралмандарымыздың есебінен көбеймесек, біз табиғи туымыз азайып кетті. Гендерлі саясат деген бір бәлем тауып алды. Қазаққа зиян саясаттардың бәрі Қазақстанға келетін болды. Баланы тууды шектеу, семьяны шектеу, азайту, аналардың денсаулығын сақтау үшін емес, балалардың санын азайту үшін құрылып жатқан саясат сияқты. Біздің арамызда әлі күнге шейін осыны пайдаланып әр жаққа жіберетін адамдар бар, провокаторлар бар. Мүмкін осы президент дегендердің өзінің саясаты жұртқа зәрлеп айтпайтын да саясаты болады. Сондықтан мүмкін біз осы акция арқылы ұлттың қолдау жолында президентке көмек беріп жатырмыз деп ойлаймын. Сол бақым айта алмайды жұрттың көзінше. Енді президент болсам қалай, бәртүгіл қазақша сөйлеңдер, орысша тоқтатыңдар деп мен қалай айтқан болар едім. Сондықтан осы акция мен қуанып тұрмын. Осы бүгін бір қазақ ұлт екенімізді көрсеттік бүгін. Бәрімізге, Мұхтарға да керек болар, өткен жыл айтып еді, бір 100-300 адам жиналғандай қояйықшы Мұхтар, осының бәрін, осы қазаққа ешнәрсе керек жоқ сияқты ғой. Бүгін Қытай келіп мемлекеттің басына отырса, ақшасын юан болса, Қытайдың туы көтерілсе, осы қазақ алдыменен Қытай тілін үйреніп алып, солар қызмет етіп кетемін деп қорқам. Сондықтан намыс керек. Намыс болса, тіл де болады, бәрі де болады. Рахмет.